Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен күткен біздің жаңа шығарылым сіздердің алдарыңызда. Ал енді бұл жаңа видеода сіздерге мен осы жоқ болып кеткен уақытта не істедім, не қойдым, қайда кетіп қалдым, Камримен қандай жағдай болды, не болды, сол туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Ал енді достар, бірденнен Камри жайлы айтатын болсам, Камри әлі сатылған жоқ. Осыған дейін маған жекеме комментарийға жазып, қайта-қайта сұрап жатқан достарға, бауырларға үлкен рахмет. Мені іздеп, мені таппай жүрген бауырларға. Енді Камримен не болады? Неге сатылмады деген сұрақтар туындайды. Камриді мен 2 рет машина базарға шығардым. 2 апта бойы біздің баршамызға белгілі жаңағы көлік сататын сайтта тұрды. Ал ол жерде енді сұрамады емес, өте көп адамдар сұрады. Сол сұраған адамдардың бір-екеуін сіздерге көрсете кетсем. Достар, қазір Камриға бір жігіт звондап тұр. Қазір радио өшіріп тастадым, қазір өзім хабарласам деп, мына видеоға түсіріп алу үшін. Қазір енді не дейткен, енді сіздерге соны естіртетін болам. Алло, ассалаумалейкум. Брат, жаңа хабарластым ғой. Жаңа Камриді сұрайын деп едім. Иә, тыңдап тұрмын бауыр, айта бер. Несі қызықтырып отыр? Бірақ сол жағдай қалай Камриді? Енді жағдай суретті көрген шығарсың енді объявлениеда. Тура сондай ғой. Көрдім ғой, объявление көрдім. Тура сондай. Оны 3,5-ға бола ма, бірақ мен тараздан келсем? 3,5 дейсің ба? Иә, 3,5-нан. 4-те 2 деп шығарып қойғам. Ұялма 3,5 деп айтып отырсың ба? Бауыр, мен саған былай қысқаша айтайын саған. Хоть Америкадан звондасаң да 3,5-ға бермеймін, бауыр. Нақты бағасы 4 миллион. Одан төмен болмайды. Қызық болса келіп көр онда. Бірақ 3,5-ға никак 4 миллион окончательно. Жақсы онда бауыр. Все, жақсы, давай. Достар, мына жаңа бір клиент звондан қайтадан звонда деген түсіріп алу үшін. Алло. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Батова бұл, Иә, дәл өзі. Ютубтан көрген ғой сен Камри жасатқаныңды. Камри жасат. Иә. Сатайын деп жатыр екенсің? Иә. Мен почти барлығын көріп шықтым ғой, видеоны бастан аяқ білемін. Қанша сұрап жатсың, брат, өзі? 4 миллион болатын жері. Мен кішкене машинадан біраз білеміз ғой, сол, может, сөзің бе деп звондап жатқаным ғой. Егер келіссең, сол 3,600-ге берсең, бірақ айтып қойын, банк арқылы алайын деген ғой мен. Жоқ, бауыр, келмейді 3,600-ге. Соңғы бағасы 4 миллион. И то через банк арқылы сатамаймын, тек наличкаға ғой. Өйткені өзім банкпен алғам. Жайт хабарласам мында, брат. Болды, жақсы, бауыр. Жақсы, бауыр, давай. Осылай, достар. Мына жақтан, Қызылордадан, Астанадан, Көкшетаудан, енді Ақтаудан деп звондап жатқандар осылай көп. Бәрінің айтатыны сол жақтан келе жатырмын. 3,5, 3,6, 3,4, біреулер 3 миллионға бересің ба, бар ақшам сол деген сияқты әңгімелер көп айтылып отыр. Енді өтсе өтті, өтпесе өтпеді, енді не істейміз енді. Қинап өткізбейміз ғой, өзі сатылғысы келмей жатса, бізде қалады. Ары қарай омен көп әлі қызықты контенттер істейтін боламыз. Жалпы, мына өздеріңіз көргендей, көп адамның ұсынған бағасы маған ұнамады. Сондықтан да мен ол көлікті берген жоқпын. Алайда негізі сатып жүруге де болатын еді, 3,7, 3,8-ге сұраған адамдар өте көп болды. Олардың ішінде через банк арқылы сатасың ба дегендер де болды. Енді шынымды айтайын, сонша еңбек салып, сонша енді өзімнің қалай айтсам болады, жүрегім салып істеген көлікті мен ондай бағаға сатқым келген жоқ. Алайда сатқым келген жоқ деп айтам, бірақ маған бір жақын кісі бар, менің жақын адамым деуге де болады. Сол кісі бірақ қазір 1-2 күнде өзінің бір мәселесі шешілсе,
мен алам деп қайта ниет білдіріп жатыр. Енді мүмкін көреміз, ол енді сол кісіге сатылып кететін болса, бұл жобаға басқа Камриді алып келетін болады. Ол Камриді мен осы тақырыптан байқағандарыңыздай енді түбегейлі өзгертетін боламын. Енді ол туралы әңгіме қозғамас бұрын осы уақытқа дейін біздің Камримен не болып жатқанын сіздерге көрсете кетсем. Достар, алдыңғы серияда мен айтқан едім ғой, жөндейтін бір-екі жері бар деп. Қазір енді Эстоға алып келдік. Мен айтқан гур насос пен тормозной цилиндрдан бөлек біздің көлікте қозғалтқышында жаңағы муфта VVT деген бөлшегі болады. Сол істен шығыпты. Оны сіздерге былай түсіндірсем. От алдырған кезде, суыққа от алдырған кезде дауыс шығады. Сол енді мен интернеттен толық қарап, жаңағы бар ақпараттарды іздеп, көріп, YouTube'дан басқа видеоларын қарап, қандай не екен, соның себебі неде екен бәрін қарап, бір дүниені анықтадым. Ол VVT муфтадан ауыстыру керек екен. Соны қазір біз алдық. Достар, мынау назад муфта VVT дейді. Мына валы керек емес бізге. Мынау басындағы мынау жаңағы муфта VVT ғана керек. Мынаның ішінде жаңағы тормозной вакуумный цилиндрі бар и және гур насосы бар. Осы бөлшектердің барлық 33 мың теңгеге алдым. Ал енді бұның жұмысы шамамен 40 мың теңгеге жуық болады. Енді бұйыртса жаңағы муфта VVT, гур насос, тормозной вакуумный цилиндр бәрін ауыстыратын боламыз. Сагер, брат, ассаламу алейкум. Как дела? Ничего? Что, уже начал? Да. Что, как там? Ну, состояние мотора, видишь, какое? Чистенький вроде, желтый. Она привозная стоит здесь. Ну, я вижу, год Да. назад его ставили на крышке написано. Год назад стояли? Ну, да, тоже стоит. Год пошел. Хорошо. Сейчас потихоньку начнем дербанить. Бұйыртса? Кешки сам катается железный. Сейчас мне карт нужен и герметик нужен. Вот натяжитель. А натяжители вот эти зубки отъебываются. Вот эти зубцы. И он не держит, тоже цепь тарахтит. Он работает за счет давления масла. Там сзади сетка есть еще. Сетку почищу тебе. Все хорошо, братан. Которая именно дорога идет на натяжитель, короче, с маской. Көресің? Сетка забивается, тоже бывает такая проблема. Көресің, вот тексеріп Сразу. жатыр. Всё сделаю. Она что будет стоить? Что? Это тебе бонусом. Қой? Бонусом поставлю, если твой разбитый, тебе бонусом поставлю. Привозного мотора. Базары нет, брат. Достар, мына Сага біздің брат тоже бізге көмектесіп жаңағы, если натяжитель кеткен болса, орнына қойып істеп берем деп жатыр. Қазір данный момент тағы бір рет қайталап өтейін. VVT муфтасын жөндеп жатыр. Мынау VVT муфтасы. Сага, еще можешь объяснить про мотор? Вообще в каком состоянии она? Состояние такое, я не скажу, чтобы 100%. Ну, приблизительно. Приблизительно где-то его пробег где-то. Если его в прошлом году привозной ставили, если чисто японский пробег где-то 60-70 тысяч. 60-70 тысяч. Да, у него пробег. Ну, год нашей дороги. Просто единственная проблема у нас с маслом. В Казахстане масло все подделка идет. Хорошее масло найти очень проблематично. И из-за этого надо часто менять масло, да? Ну, не то, что часто, а, как сказать, по пробегу смотря какое масло. Хорошее масло 4 литра за 25 тысяч никто не купит. Да. Вот, достар, өздеріңіз естігендей, толық енді сіздерге толық ақпарат бермесе де, бірақ негізгі моменттерін айтып өтті. Енді осыған қарай өздеріңіз енді бір ой түйесіздер. Достар, мына уже жаңағы муфтаны салып қойды, орнына келтіріп қойды. Мына меткасы тұр. Оны байқасаңыздар. Енді мына цеп тартылып тұр, мына басылмайды. Тартылып тұр, жақсы. Енді жаңағы свечалары уже кішкене шаршап қапты, бұрынғы свечалар. Қазір мына Денсовский ТТ деген жаңа свеча алдық, оригинал деді. И және қосымша мына клапанный крышканың подушка, не дейтін еді, прокладкасы. Осыны алдық. Енді осыларды қойып, жаңағы ескі несін көрсетіп жіберейін. Ескі свечалардың бәрін юбкасы дейді, мына жері уже күйіп, уже уақыты кеп қалған екен. Жалпы шамамен бір сағат, 1,5 сағаттық жұмыс қалды. Содан кейін шығатын болады. Одан кейін барып, ана вакуумный цилиндрмен и гур насосын ауыстыратын боламыз. Смотри. Он демпферный идет. Видишь, резинка полувазила. Ага. Его надо менять. Видишь, резинка. Здесь в свое время масло бежало.
Ага. Маякқан кезде мына резинканы жеп қояды да. Боқтықты жүреді да, мына, видишь? О, еще поездит, но я не знаю, сколько поездит, короче. Боқтықты жүреді да. Он может сломаться, да? Не, айналып жүреді да, он вылетит просто. Он деферный идет, он за счет резинки работает, чтобы мягче работал мотор. А если вдруг он вылетит? Просто слышит, машина не заглохнет, ничего, ремень слетит просто. Генератор полностью откажет. Машина встанет. А так моторға бір зиян тигізбейді ме? Ну, ты, если будешь дальше ехать, перегреешь, но ты увидишь, что у тебя генератор загорелся. Понял? А, все. Достар, болды, мұны ауыстырдық. Қазір дірілдеп тұрған ол аккумулятордан шешкеннен кейін кішкене адаптация болады. Қазір айдап өзім бір жүргізіп көрдім. Тест. Бәрі нормально сияқты, тартысы кішкене күшейген сияқты да сондай сезім бар. Но бірақ енді жалпы негізгі жеріне келетін болсақ, қазір ешқандай артық дауыс жоқ. Бәрі керемет істеп тұр. Өйткені артық дауыс деп айтып жатқаным ол таңертең суық оталған кезде тар етіп оталады и 2 минут 3 минут жұмыс істегеннен кейін басылып қалады. И жолда жүріп бара жатқан кезде тағы сондай дауыс бір 10 секундқа шығады да өшіп қалады. Сондай бір адамды кішкене бір уайымға салатын дүние болды. Енді оны қазір алып тастадық. Енді бәрі жақсы. Қазір міне тормоздың ауасын шығарып жатырмыз, качет етіп. Вот Расул ең бірінші қолы тиген адам осы машинаға. Че, вкратце расскажешь, брат? Какие трудности были там? Трудности с горнососом, где он стоит, где находится, тяжело. Тяжело было? Помучился немного. А так? Все делается. Да. Достар, Расулдың өзі айтқандай, жаңағы тормозной вакуумный цилиндрді ауыстырдық ана жерде тұрған. И мына жерде горносос, кстати, здесь стоит? Сзади стоит, да? На арт жағында, қозғалтқыштың арт жағында орналасқан. Оны да ауыстырдық. Машинада тұрған жаңа дисктер сіздерге ұнамаған дискті соны жөндеуге келдік. Ол бұрынғы тұрған дисктерді мен өзімнің туған ініме бердім. Ол басында келісім болған еді, көлікті алған кезде мен әлі YouTube-та түсірмей жатқанымда ол маған осы дисктерді маған берші деп сұрап, мен сөз беріп қойғаным бар еді. Достар, міне ол на Камрида тұр. Мына менің інімнің Камриі. Енді мүмкін менің орнымда болған кез келген аға өзінің інісіне осылай жасайтын шығар. Менің подписчигім бүгін біздің диск істеп беріп жатыр. Нурик, қол көтеріп қой. Өзіңді видеода көресің. Мына жігіт істеп бергенде керек. Өзінің скидкасын да берді, достар. Қаскелеңде мынау қандай
Хамле жақта орналасқан организация. Дөңгелекке қатысты бәр нәрсені істейді. Мықты жігіттер, келіңдер обязательно. Жақсы бар. Давай. Достар, мына біз екі фара алғанбыз. Екеуі де 35 камера едікі. Жағдай жақсы, енді бәр жері аман, бәр жері жақсы. Ең бір көзге көрінетін кемшілігі ол осы фараларды полировка жасау керек. Тек біреуінің полировкасы жақсы, енді бәрі анық көрініп тұр. Екіншісінде кішкене түсі енді қоңырланған. Енді соны ашық қою керек. Так, мына екі фара. Біреуі айтпақшы, біреуі оригинал, біреуі деповский деді. Енді бұйыртса осы Camry біздің Camry'де тұратын болады. Біздің Camry түбегейлі өзгеретін болады. Осы Camry болсын, болмаса осының орнына алатын жаңа Camry болсын, оны өзгертетін бізде екі ұсыныс болып тұр. Бірінші ұсыныс ол сыртқы бейнесін, салонын бәрі қызығатын европейский Camry. Содағы жаңағы су шашқыштары бар, солар қалай істеуге болады, соларды американецке қалай қоюға болады. Айтпақшы, мен сіздерге айта кетейін, мен міндетті түрде американец алатын боламын. Араб емес, европейец емес, міндетті түрде мен американец іздейтін боламын. Және де ең простой комплектациясы LA комплектациясында іздейтін боламын. Сол Camry'ді біз жаңағы ең керемет толық комплектация деген күйге жаймен өзгертетін боламыз. Енді оны жүзеге асыру оңай тірлік емес. Енді барымыз салып, бар күш-жігерімізді жинап, жұдырығымызды ұстап тұрып, оны өзгертуге барымды салатын болам. Ал енді екінші ұсыныс, ол ұсыныс енді шынымды айтайын, айтуға да қорқып тұрмын. Ол жерде енді бұл Camry мен айтқан бірінші ұсыныстан да бетер қатты өзгерейін деп тұр. Енді ол қандай болуы мүмкін, ол жағын сіздерге қалдырғым келіп тұр. Оны міндетті түрде мен ендігі осы жақында шығатын роликте айтып өтетін боламын. Оған дейін сіздер сол ұсыныс ол қандай болуы мүмкін, қандай өзгеріс болуы мүмкін деген сұрақтарға сіздер өз ойларыңызды қалдыра кетсеңіздер, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен барлықтарыңыздың ойларыңызды, пікірлеріңізді оқимын. Соған қарап өз жұмысыма баға беретін боламын. Әрине, бұл бастама да сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ал енді мен сіздерге қорытындыда айтарым, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге жаңа мықты контент дайындауға кеттім.